Қайырлы күн, қымбатты оқушым. Бізде бүгін математика сабағы 2-ші сынып 4-ші сабақ. Тақырыбы 2 таңбалы сандардың графикалық моделі. Сабақты бастамас бұрын каналыма тіркеле кетіңіз. Бірінші есеп: суретке қара. Берілген цифрларды пайдаланып 10 мен 20 сандарының арасындағы 2 таңбалы сандар тізбегін жаз. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Екінші есеп: 2 таңбалы сандардың графикалық модельдеріне қара. Жасыл түсті шаршы және дөңгелек ол ондықтар саны, көк түсті шаршы және дөңгелек ол бірліктер саны. Әр графикалық модельге сәйкес келетін 2 таңбалы санды жаз. Осы сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. А нұсқасында бізде 7 ондық, 5 бірлік, яғни 75 саны шықты. 75 саның разрядты қосылғыштар қосындысы түрінде жазатын болсақ, 70 қосу 5 шығады. А нұсқасында 5 ондық, 7 бірлік, 57 саны шықты. 57 тең 50 қосу 7. Б нұсқасы 6 ондық, 2 бірлік, тең 62 саны шығады. 62 саның разрядты қосылғыштар қосындысы түрінде жазатын болсақ, 60 қосу 2. Үшінші есеп: тапсырмаларды орында. 34 санын әр түсті дөңгелектер түрінде модельдеп көрсет. 47 санын әр түсті шаршылардан тұратын сызба түрінде модельдеп көрсет. 34 санының ондығын қызыл түспен саламыз, яғни бізде ондығы 3 қызыл түсті дөңгелектерді саламыз. Бірлігі 4, яғни жасыл түсті 4 дөңгелекті саламыз. 47 санының ондығы 4, қызыл түсті 4 шаршы саламыз. Бірлігі 7, жасыл түсті 7 шаршыны саламыз. Төртінші есеп: теңдеулерді тап, оларды шеш. Теңдеуді табу үшін бізде x белгісі сан болу керек және тең деген белгі болу керек. 8 азайту x-те бізде белгісі сан бар, бірақ теңдік белгісі жоқ. Бұл жатпайды. 10 азайту x тең 8, яғни бізде бұл жерде x және тең белгісі бар. Бұл теңдеуге жатады. 10 азайту 3 тең 7, бұл теңдеуге жатпайды. 5 артық 3-тен, бұл да теңдеуге жатпайды. 2 азайту 8 тең 10, бұл жерде x белгісі сан және тең белгісі бар. Бұл да теңдеуге жатады. Енді осы екі теңдеуді шығарамыз. 10 азайту x тең 8, бұл жерде азайтқыш белгісіз болып тұр. Азайтқышты табу үшін азайғыштан азайтамыз айырманың мәнін. X тең 10 азайту 8 бізде 2 шығады. Енді тексереміз. X-ның орнына 2-ні қоямыз. 10 азайту 2 тең 8. Екінші теңдеуде бізде азайғыш белгісіз. Азайғышты табу үшін айырманың мәніне қосамыз азайтқышты. X тең 10 қосу 8. X тең X-тің мәні 18-ге тең болады. Тексереміз енді. 18 азайту 8 тең 10 шығады. Бесінші есеп: сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. 30 тең 30 қосу 0. 27 тең 20 қосу 7. 59 тең 50 қосу 9. 93 тең 90 қосу 3. Алтыншы есеп: 42 санының ондықтар разрядындағы цифрдің мәнін 1-ге арттыр. Бірліктер разрядындағы цифрдің мәнін 1-ге кеміт. Қандай сан шықты? 42 санында 4 ондық, 2 бірлік бар. 4 ондыққа 1 санды қосқанда 5 ондық шығады. 2 бірліктен 1 санын азайтқанда 1 бірлік шығады. Сонда бізде 5 ондық, 1 бірлік тең 51 саны шықты. Жетінші есеп: есепті шығар. Балалар жұмбақ жасырып ойнады. Бірінші топ 19 жұмбақ, ал екінші топ одан 7 жұмбақ кем жасырды. Екінші топ қанша жұмбақ жасырды? Қысқаша шартын құрып аламыз. Бірінші топ 19 жұмбақ, екінші топ белгісіз, бірақ 7 жұмбаққа кем. Шешуі: 19 азайту 7 тең 12. Жауабы: екінші топ 12 жұмбақ жасырды. 8-ші есеп: дәптердің тор көздерін пайдаланып 26 санының әртүрлі графикалық моделін сал. Осы санның көршілерін разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз.
26 санының ондығы 2, бірлігі 6. Осы санның графикалық моделін 3 нұсқасын көрсеттім. Яғни біріншісі дөңгелектер арқылы, екіншісі шаршы арқылы, үшінші нүктелер арқылы. Енді 26 санның көршілерінің разрядтық қосылғыштарын қосындысын жазайық. Көршілері 26 санының 25 және 27. 25 тең 20 қосу 5, 27 тең 20 қосу 7. 9-шы есеп. Пойыз құрастыр ойыны. Бізде үлгі берілген ең әуелі есептерді шығарып аламыз және шыққан мәнін сәйкестендіреміз. Енді қалған есептерді шығарайық. 1 қосу 4 қосу 9 тен 14, 1 қосу 9 қосу 3 13, 9 қосу 1 қосу 2 12, 6 қосу 4 қосу 5 15, 1 қосу 7 қосу 8 тең 16. Енді мәндерін тауып сәйкестендіреміз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.